2007 жылы Торонто қаласында Канада мемлекетінде бірнеше банк тоналды. Бірақ бұл оқиға бұл тонаушылықпен аяқталмады. Бұл оқиғаның соңы адам естімеген жауыздықпен аяқталады. Сіздермен бірге куәгер каналы. Каналға жазылмай көретін адамдар көп екен, каналға жазылып қойыңыз, біз үшін үлкен көмектеріңіз тиетін еді. Рахмет, ондай болса жалғастырайық. 20 қазан 2007 жылы, таң ертең сағат 11-де CIBC банкіне бір адам кіріп келді. Ол басына күләпара, яғни басына капюшон киіп, қолын және бетін таңғышпен жапқан. Ол кассадағы қызға қағаз берді. Ол қағазда былай деп жазған: менің қалтамда тапанша бар, кассадағы ақшаны бер, менімен ойнаудың қажеті жоқ. Бұны оқыған қыз қорыққанынан ақшаны бере салды. Тонаушы ақшаны алып кетіп қалады. Ол жерге келген полиция қарақшыны таба алмады. Келесі 3 айда осындай жолмен тағы 5 банк тоналды. Қарақшы бетін таңғышпен немесе жасанды сақалмен болған. Қарақшы банктен ең көп алған ақшасы $2000 еді. Полицияның ойынша қарақшылар әлі тағы банктерге келуі мүмкін еді. Тоналған банктер бір көшенің бойында еді. Полиция сол көшедегі басқа банктерді бақылады. Бірақ келесі тоналған банк басқа көшеде болды. Осы жолы банктегі бейне бақылау камерасына қарақшының көлігі түсіп қалған еді. Ол жаңа Ford автокөлігі. Бірақ камерадан көліктің нөмірі көрінбеді. Полиция бұл көлікті іздестіре келе, сол көлікті тапқандай болды. Ол көлікті жүргізіп жүрген жігіт жас еді. Ол жігітті полиция күнде көлігін аңдыды. Ол жігіт кәдімгі адамдар сияқты киноға, ресторанға, фитнес залға достарымен кездесіп жүрді. Бірақ 9 маусым 2008 жылы Ford автокөлігінің жүргізушісі бірнеше банктарды аралап, банкке кіріп шығып жүрді. Оны байқаған полиция бұл жігіттің үйін тексеруге рұқсат алып, үйін тексеруге кірісті. Бұл жүргізушінің есімі Брэд Райан еді. Үйдің ішінен полиция банктерден алынған ақшаларды, жасанды сақалды, ойыншық тапаншаны, тура сондай жазумен болған хатты тапты. Полиция банктерді тонаған қарақшы Брэд Райан екендігіне күмәнсіз сенді. Брэд Райанға келетін болсақ, ол Торонто қаласында туылған. 3 бауыры бар еді. 2 ағасы Крис және Александр және інісі Лилон. Ол университетте оқып жүріп, оқуына немқұрайлы қарады, кейін оқуында тастап кетті. Ол ұсақ түйек жұмыстар істеді. Кейін үйдің сыртқы жұмыстарын істеуге кірісті. Уақыт өте келе оның достары оқу бітіріп, жақсы жұмыс орындарына жұмысқа тұрып жатты. Ол өзін, өз замандастарынан қалып қалғандай сезінді. Ол сыртқы көзге жақсы табыс тауып жатқандай көріну үшін қымбат киімдер, телефон, көзілдіріктер және тағы сондай заттарды сатып алып киіп жүрді. Уақыт өте келе 2007 жылы оның банк алдындағы қарызы $20,000 жетті. Ол несиені жабу үшін банк тонауды шешті. Брэд Райан бұл қылмыс үшін 15 жылға сотталу керек еді. Бірақ ата-анасының және достарының жазған сипаттамасына, осығанға дейін сотталмағанына және Брэд Райан өз күнәсін мойындағанына қарап оны 5 жылға соттады. Түрмеде жақсы тәртібіне байланысты ол 2 жылға отырып, түрмеден шықты. Түрмеден шыққан Брэд Райан жұмыс істеуге, адамдармен араласу қиынға туды. Өйткені ешкім қарақшымен, түрмеден шыққан адаммен араласқысы келмеді. Уақыт өте келе ата-анасы баласының жағдайын түсініп басқа қалаға көшті. Ол қалада алған үйлері кішкентай болса да, Брэд Райанды ешкім танымады. Енді ол жаңа өмір бастауға ешкім кедергі етпей. Брэд бұл қалада бұрынғы істеп жүрген жұмысын оңайлықпен бастады және психологқа баруды шешті. Ол тастап кеткен оқуын қайта жалғастырды. Жасы 30-ға келген Брэд Райан Кирстен Бакстер деген қызды кезіктірді. Олар бір-бірін ұнатты. Кирстен дәрігер болып жұмыс атқарды. Оның табысы жақсы болатын. Ол қыздың көлігі, пәтері болды. 1-2 жылдан соң Брэд Кирстеннің пәтеріне көшті. Олардың қарым-қатынасы жақсы болды. 2014 жылы Брэд Кирстенге үйленуге ұсыныс жасады. Брэд Кирстенге гауһартасты сақина сыйлады. Өкінішке орай сол жылы Брайан әкесінен айырылды. Әкесі қайтқаннан кейін ол анасының үйіне келіп үйдің сыртқы жұмысын істеп тұрды. Бірнеше жылдан кейін Брэд өзінің армандаған жұмысына тұрды. Ол IT саласындағы компанияға жұмысқа тұрды. Оның жұмысына әйелі қатты қуанды, әсіресе шешесі.
2016 жылы ол қызы екеуі үлкен үй алуды шешті. Және үйлену той жасауды жоспарлады. Күндердің күнінде Бред шешесіне келіп, сырын ашты. Бред оқуын қайта тастап кеткен, және ол орналасқан IT компанияда істемейтінін айтты. Ол шынымен де сол жұмысқа кірген, алайда 2 апта өткеннен кейін бастығы оның түрмеде отырғанын біліп қойып жұмыстан шығарып жіберген. Ол күнде таң ертең Кирстенге жұмысқа кеттім деп үйден шығып, көшеде қаңғырып жүрген 1 жыл бойы. Ол Кирстенге сыйлаған сақинасын несиеге алған, және анасы жағдайын түсінеді деп қаражат сұрауға келген. Ол анасынан несиені жабуға және тойын жасауға ақша сұрады. Бұл әңгімені естіген анасы аң-таң болды. Баласының соншама өтірігінен анасы шошыды. Қанша дегенмен ана жүрегі балаға деген ерекше ғой. Анасы оған ақшамен көмектесетінін айтты. Бірақ ол бұл айтқан әңгімесін болашақ әйелі Кирстенге айту керектігін оған жеткізді. Егер сен айтпасаң, мен өзім оған айтам деп айтты анасы. Ол анасына жауап бермеді. Анасынан кешке шығып көлікпен үйіне қайтты. Үйіне келе жатып ол Кирстенге қалай айтуды емес, ол анасын өлтіруді шешті. Оған оның адамдардың алдындағы абыройы анасының өмірінен де жоғары болды. Ол арбалет сатып алып анасының үйінде тығып қойды. Ол анасын өлтіруді 25 тамызға жоспарлады. Ол өзінің ноутбугіне программа енгізді. Ол программа сол күні белгілі уақытта сайттарға өзі кіріп, почтамен хат жіберетіндей жасады. Ал өзі сол күні анасын өлтіріп, полиция егер күмәнданса, ноутбукта жұмыс істедім, үйде болдым дер еді. Сол күні ол ноутбукты қосып, өзі анасымен соңғы рет айтпауын сұрауға барды. Анасы оған келіспеген кезде, екеуі ұрса кетті. Анасы үлкен ұлына хабарласып, оны үйге шақырды. Оны естіген Бред арбалетті оқтауға жөнелді. Арбалетпен алысып жатқанда, анасы артынан кіріп келді. Сол кезде Бред арбалеттің жебесін алып, анасының кеудесіне 2 рет сұғып алды. Ары қарай ол анасын 2 қолымен мойнын ұстап тұншықтырды. Бірнеше минуттан кейін анасы жанын тапсырды. Анасын өлтірген Бред арбалетке жебені салып, ағасын күтіп отырды. Үйге кіріп келген ағасы анасының өліп жатқанын көріп, қасына келіп отырған кезде, мойнына арбалеттің жебесі кіреді. Ағасы сол уақытта қайтыс болды. Бред 2 мәйітті қозғалтып, орайын деп жатқан кезде, үйдің сыртында келген көліктің дауысын естиді. Терезеден қараған кезде ол екінші ағасы, Александрды көреді. Ол үйдің артқы есігіне шығып, үйді айналып, далада ағасына жабыла кетеді. Ол Александрды жебемен 2-3 рет ұрып құлатады. Үйде ұйықтап жатқан Лилон, яғни Бредтің інісі дүрсілдеген дауыстан оянып бірінші қабатқа түседі. Оны көрген Бред оны да өлтірмекші болады. Інісі одан әрең сыртқа қашып шығады. Сыртта қансырап жатқан ағасын Александрды көріп көршілерге қашады. Көршілері полиция шақырады. Полиция келген кезде сыртта әлі тірі жатқан Александрды көреді. Жедел жәрдем келгенше Александр өмірден озады. Үйге кірген кезде полиция отырған Бредті көреді. Сонда Бред олар ана бөлмеде өліп жатыр. Оларды мен өлтірдім дейді. Бред Райан өмірінің соңына дейін абақтыға жабылды. Бір өтірік бүкіл жанұяны қырып салды. Қайран шеше,